Қазір ойлап қарасам, ютубқа келмес бұрын, дәл осындай курс жүргізбес бұрын, мені өмір бірнеше сатыдан дайындапты да. Декретке дейін мен базис құрылыс компаниясында начальник отдела кадров, яғни кадрлар бөлімінде қызмет атқарған болатынмын. Кадр дегеніміз адаммен жұмыс жасайсың. Адамды жұмысқа қабылдаймыз, шығарамыз, тікелей адаммен байланысты. Әрдайым осылай күліп отырып, дұрыс жауап беруге тырысатынмын сол кезде. Болады отырып, анауың жоқ, мынауың жоқ деп лақтырып документтеріне жүгір бар десе, ол адам жаңа ортаға түсейін деп отыр, жаңа жұмысқа кірейін деп отыр. Біз яғни да кадр бөліміндегі жандар күліп қарсы алмай, ол кісілерді ары беру футбол етсе, документтерін дұрыс қабылдамаса, ол адамның бірінші жұмысқа деген впечатлениясы, яғни көзқарасы, болмаса жаңа ортаға қалыптасу, адаптация барлығы қиын болады да ол адамға. Уже үйіне барып, мен ертең бірінші жұмыс күнім, отдел кадров мен осылай қабылдады, мен қалай болады екен деген сияқты. Сол кездегі барлық тәжірибелерім, қазір жұмыс курс өткізу барысында мен барлығын қолданып жүрмін да. Адамдармен қалай дұрыс сөйлесу керек, дұрыс қарым-қатынас орнату керек. Курс сатқанға дейін де, сатқаннан кейін де әрдайым сен күліп отырып, жақсы көзқарасымен жауап беруің керек та. Сонда адамға білім де қонады, алға да жылжиды.